Барлығыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сүзбелі бәліш пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Айнұр. Қажет ингредиенттерді төменге описанияға жазып қоямын. Қамырын дайындау үшін бізге ұн, жұмыртқа, қант, қопсытқыш және де сары май қажет болады. Ал енді қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бөлек ыдысқа сары май саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Және де миксермен миксерлейміз. Егер де сіздерде миксер болмаса, онда шанышқымен де араластыруға болады. Жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны саламыз. Және де тағы да жақсылап араластырамыз. Електегі ұнға қопсытқышты салып, араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырып, қамырымызды жасаймыз. Мінекей, біздің қамыр дайын болды. Қамырымызды екіге бөлеміз. Және де бір бөлігін жаңағы формамызға салып, астыңғы жағын жасайтын боламыз. Екінші бөлігін алып, осылайынан қолмен жандарын портики жасап шығамыз. Мінекей осындай болып шығады. Енді түзу болу үшін шанышқымен жан-жағын осылайынан басып шығамыз. Формамыз дайын болды. Енді біз салмасын жасағанша дейін бұл формамызды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Салмасына бізге қажет заттар ол ірімшік, жұмыртқа, қант және де қаймақ. Салмасын жасау үшін маған блендер қажет болады. Осы блендермен қазір осы ірімшікті езетін боламын. Ірімшікмен де осындай құрғақ ірімшік. Ірімшікке қант саламыз. Содан соң жұмыртқа саламыз.
Енді қаймақ саламыз. Менде қаймақ, дүкеннің қаймағы 20%. Барлық ингредиенттерді салып болған соң блендермен еземіз. Мінекей біздің сүзбе дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, әдемі болып шықты. Енді тоңазытқыштағы формамызды алып, осы сүзбемізді ортасына салып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. Шамамен 35-45 минуттай. Біздің пирог 45 минуттай пісті. Алып шығып, осылайынан суытып қойдым. Толықтай суыған соң ғана формасынан босатамыз. Мінекей қазір кесіп көреміз. Ортасы сондай сулы болмай, құрғақ болу керек. Сондықтан сол себептен біз оны толықтай суытамыз. Мінекей, осындай болып, әдемі болып пісті. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез жасалады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.